Қалай ойлайсыздар, бұл қандай кітап? Білімді ұшар басқа тақ қылып отырған заманда неге қапы қаламыз? Неге еңбектенбеске? Рухы бар адам еңбектенеді, әрекет жасайды демекші, таза маңдай тер, еңбекпен жазылған, жүректі жарып шыққан алғашқы кітап, эссе жазудың тиімді жолдары, әдістемелік оқу құралы. Бұл құралды жазуға не түрткі болды дейсіз бе? Ең алғаш мектеп бітіруші түлектерге қорытынды аттестаттауға берілген сынақ болатын. Талапкерлер мен оқушыларға эссе жазу қиындық тудырғаны жасырын емес. Сондықтан ең алдымен 2017-2018 жылы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 2016 жылғы 16 қарашасында шыққан номер 660 бұйрығына сәйкес туындады. Алға қойған мақсат 100 жылда бір туылатын тұлғалар шыққан елдің ұрпағы неге сауатты, талапқа сай эссе жазбасқа? Ұлылардың жолын, аманатын, шығармаларын талдай алатын, ішкі ойы мен еркін көзқарасын дәлелдей білетін, бүгінгі күнмен салыстыра алатын тұлға қалыптастыру үшін ұстаздарға жүктелер салмақ оңай емес еді. Осы мәселе кітаптың ішкі мазмұнынан табылады. Кітапта рухани құнды әсерлі эсселер мен нұсқауларға толы. Білім алушылардың ішкі жан дүниесінен шыққан сауатты ойлар мен семинарлар, сабақтар, талаптар, эссе туралы түсініктер, құрылымы, шығарма мен эссенің айырмашылығы, бағалауы да бар. Кітаптың бағасын ғалымдар мен Ыбырай Алтынсарин ұлттық орталығының эксперттік кеңесінде оң шешімін тапқан, мақұлданған. Аудандық білім беру бөлімі қолдаған, оқушылар мен мұғалімдерге арналған әдістемелік оқу құралы. Білімді шыңдайтын үлгі ретінде жазылған, қоғамға пайдасы бар тамаша өнім. Бұл кітап басылып шықпастан бұрын қандай кезеңдерден өтті? Мәселе бағдарламасына барып қайтқан мектеп түлегі, алтын белгі иегері, Евразия ұлттық университетінің 3-ші курс студенті Асанәлі Әшім не дейді? Алтын белгінің тағдыры енді ұлттық бірыңғай тесті емес, емтиханда. 5 есеп бер жағы қазақ тілі мен әдебиетінен 300 сөз болатын эссе жазу керек. 11-ші сынып оқитын Асанәлі эссе дегенді биыл бірінші рет естідік деп отыр. Біз 11 жыл бойы шығарма жазып келдік, сондықтан эссе деген не екенін білмедік. Шамалауымша, емтихандағы эссе шетелдік IELTS бетті. Кіріспе, яки басында бір ойды айтасың. Негізгі бөлімде салыстыру, аргумент, факт, қорғау. Біз Асанәліге бөжей мен сағынайдың асын салыстыру деген тақырыпта эссе жазғыздық. Тура 3 сағат. Кіріспесін бірінші астың не екені туралы жай мәлімет бердім. Одан кейін бөжей мен сағынайдың асы туралы мәлімет бердім. Өз ойымды айттым. Екеуін салыстырып, өз нақты ойымды жаздым. Біздің баға беруге құқығымыз жоқ. Оқыдық, дәптерді алып, мұғалімге бардық. Бағасын айтты. Кездесі өте жақсы болды. Міндетті түрде 5-те 5 қой. Бүкіл критерияға сай. Бүгінгі байқауға қатысушы әріптестер. Біз өзіміздің жұмысымызды бесплатный дамыту оқыту технологиясы бойынша негізде таныстырғымыз келіп тұр. Сіздердің қолдауларыңыз бізде аса қажет. Оқушы сатысында нені анықтадық? Оқушы сатысы эссе жазып үйренейік атты 10-шы образ сынып оқушыларына бағдарламаның қажет екенін анықтады. Бұл бағдарламаның мақсаты 11-ші сыныптың түлектеріне эссені сауатты жазып үйрету. Қазір сіздермен бірге бағана бері көп жұмыс жасадық. Бір сергіту сәтін өткізіп алсам деймін, бұл жай ғана сергіту сәт емес, біздің бағдарламамыздың құрылымымен, мазмұнымен таныс боласыздар. Қарамен жазылған сөздерді мен оқимын, қызылмен жазылған сөздер сіздер оқысаңыздар, қане әріптестер қолдаңыздар. Ұрпаққа әлегі аз әдіс тауып, эссе жазып үйрету. Мақсатымыз анықтап тезис тақырып тынысынан келтірер нақты. Ең бастысы үлкен республикалық додаларда сауатты жазылған бағдарлама деп танылған, көпшіліктің көңілінен шығып жүлдегер атануға септігін тигізген еңбектің нәтижесін жеңімпаз атанғанымыздан көре аласыздар. Үйрене жүріп үйретуді ұстанымға айналдырған ұстаздар қатарынан болғандықтан, іс тәжірибеміз аудан, облыс, республика көлемінде насихатталғандығының дәлелі Ұлы Дала мұрагерлері форумы. Аудан көлемінде мектептерге вариативті курс ретінде еніп отырғаны дәлел. Аталмыш курсты меңгерген білім алушылар өз ойларын еркін білдіріп, қорытынды аттестаттауда сауатты эссе жазып, олимпиадада оза шауып, алтын белгі иегері атанып, грант жеңіп алғандары қуантады. Түйгеніміз, еңбектің жемісі болатыны дәлел. Бүгінде Қарағанды өрлеу акционерлік қоғамы жеңімпаздар лигасының мүшесі атануымыз да еңбектің нәтижесі деп білеміз. Кітаптың таныстырылымының куәсі болып отырсыздар. Кітап білім алушыларға зор көмегін тигізетіні сөзсіз. Ең басты ерекшелігі жылда талапкерлерге ұсынатын эссе тақырыптары жаңарып, эсселер толығып отыратындығында.
әріптестердің еңбегіне сәттілік тілейміз.